Негізі әншімін. Яғни сіз кәсіби актриса емессіз, Жоқ. Якобы әнші, якобы актриса ғой. Ни рыба, ни мясо. Театр, театр, театр. Батыл ойнасаң саған ақша түседі дейді ғой. Айына қанша ақша табасың тиктокта? Әлі мен зерттемедім. Маған Қандай футболка киетін адам дейсің бе? Манспен түсіп отқан жоқпын ба қазір мысалға? Енді мен енді деп. Десең де қалай? Құрметті достар, бірден фык етіп лайк басыңыз, фык етіп комментарий жазыңыз және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф. Сонымен құрметті достар, Жол фильмінің актерлері! Жахан Утаргалиев, Абел Мансур Серіков, Еркен Назарбекова, Еркен Губашев! Қошеметтеріңіз қатыра. Қош келдіңіздер. Мінеке. О, қалайсың, майка қайда? Қошеметті. Келе сала қадайын дедім бе? айттым киіп шықтым жаңа. Балықтан келатсың ба? Жоқ, кеше түнде ана нені сутенердің рөлін ойнағам ғой, сонымен келе салдым. Керемет әзір, қошеметтеріңіз. Әбіл Мансур Серіков! Қошеметтеріңіз. Біздің бағдарламаның тұрақты қонақтарының бірі, және де алғашқы рет қызықтан бағдарламасында Еркен Губашев. Жай ғана дядя Кеша, және де кинодағы дебют, қызықтаймыстағы дебют Еркен Назарбекова. Және осы бағдарламаға пропискаға тұрмаған. Аптасына 3 кино түсіре беретін Жахан Утаргалиев. Негізінде Жахан біріншіден продюсер, актер, жайдарманшы, блогер, сонымен қатар соңғы кезде қазіргі таңда тиктокта өте қатты белсенді. Сондықтан құрметті достар, дәл қазір тиктоктағыдай бір қошемет лебіз білдірейікші. Жахан Утаргалиев! О, міне, Роза, тек қана Роза лақтырамызда тағы не бар? О, кепка, тағы, пончик, кепка, және тағы, лев, міне, лев. Так, есімің кім? Есімің лев лақтырған. Амангелді, падам, Амангелді, вау! Амангелді, респект! Красавчик, Амангелді! Өте арзан лебі келген мынау. Довольно ғой. Риза емес. Ол жерде осындай образбен отырасың, баросы ма деген образдар. Қайта тағы лақтырсын деп па? Көбейтеді. Осақ па, Амангелді? Бірақ леп па? Мынау саған. Образыңа келеді екен мынау. Балықтан келе жатқан. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай көңіл күймен құрметті достар. Соқпа. Охо, Міне лев деген осылай болады. Лев имнаяқта охотник. Аяғыңды қосып суретпетіз қойып. Қошеметтеріңіз. Левтің сутенері. Дәл осындай көңіл күймен жасыл диванға тоқтай тұрыңыз, дәл осындай көңіл күй дедік. Мінеки, бұл кісіде пончик бар, мына жақта лев, Ерекеңе қошемет. Және де мына жерде біздің Ақерке қарындасымызға арнайы. Бұл енді тиктоктың сыйлығы емес. Бұл қызықтаймыз бағдарламасының ұжымының атынан мынандай. Қошемет. Керемет. Бекер әуре болғасындар. Рахмет, сіздер бір қоянды, андай бар. Бір оқпен екі қоянды. Біздер кино біткеннен кейін гүл сыйлауға ұмытып кеткенбіз ғой. Ақеркеге ма? Не деген бассыздық, реніш, принш, обида бәрін дайындап отыр. Осының барлығын жасыл диванда айтатын боламыз.
Ендеше құрметті достар, Жасыл диванда Жол фильмінің актерлері. Кеттік. Сонымен қалай, тиктоктағыдай қарсы алып алды біздің көрермендер? Өте ерекше болды. Әйтеуір келген сайын бір жаңалықпен келіп тұрған өзі күшті екен. Керемет. Жаңа Левті көрген кезде көзім жәутендеп кетті ғой, кәдімгідей жаным деп. Тиктокта отырған кезде Лев кірген сайын қуанасың ғой. 200 мың теңге тұрады ғой. Тиктоктағы Лев 200 мың теңге тұрады. Лев деген сурет пе, әшейін бүйтіп. Жоқ, бүйтіп жанынан жүгіріп келеді. Анау настроениен көтерген кезде бар ғой, бәрін айқайлап ататыны сол ғой. Кәдімгі күшті бар ғой. Сіз тиктокта отырасыз ба, Ереке? Что это такое? Что это такое, дейді, мінеки. Сіз қай жерде отырасыз өзіңіз? Одноклассники. Mail агент десеңізші. Сонымен құрметті достар, мінеки Жол фильмінің актерлері айта кететін нәрсе, мінеки Әбекең біздің бағдарламада болды, керемет жобасымен. 532 жобасымен келген болатын. Және Ақерке үшін бұл дебют десек те болады. Алғашқы рет келіп отыр. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Рахмет шақырғандарыңызға. Негізі кинодағы алғашқы рөлі ғой, толық метрлі. Толық метрлі, иә. Оған дейін Ақерке қай жерде өнер көрсеттіңіз, немесе қай жерде оқыдыңыз? Қай жерде болдыңыз жалпы? Немен айналыстыңыз оған дейін? Сіз кімсіз? Не әбіп жүрсіз бе? Негізі кішкентай кезімнен ән айтамын. Ән? Ән айтамын. Негізі әншімін. Негізі әншісіз ба? Иә. Яғни сіз кәсіби актриса емессіз, Жоқ. Актрисалық оқыған жоқпын. Якобы әнші, якобы актриса ғой. Ни рыба, ни мясо. Басталды. Болса да кәсіби актерға қарағанда киімі бүтін болып отыр ғой. Тесік емес. Не мынау? Стил дейді бұны. Қандай стил? Киімі жоқ шығар енді. Керек адам көрсін деп Киімі жоқ шығар. Екеуі басталды. Екеуің арасында Енді ең қызығын айтайын, қымбатты достар, бұл екеуі бар ғой, қандай ажырамас жұпты ойнайды кинода. Ажырамас жұпты ойнайды да. Құдай аман сақтасын. Мотор деген кезде сол образға кіріп кетеді. Стоп деген кезде басталады ғой екеуіңде. Ей, сен де бірдене де, сен бірдене де. Біз сыртынан негізі таза бетпақ. Өзі сондай. Таза бетпақ. Еще менің нені ұрлап кетті, қолының сұғанағы бар мынан. Сөйледім, гримеркада бір зат ұрлап кеткен, таппай әлі күнге таппай, мойындаған жоқ. Бірақ мен не гадалкаға бардым, айтты осы деді. Негізі кинода сіздер жұпты ойнайсыздар, Өтте сондай. Өкінішке орай. Ғашық жұпты ойнайсыздар, өкінішке орай деп мына жақта. Оның алдын айтып тастаған, просто соны қайталап отыр, басқа фантазия жоқ байқұстың. Өкінішке орай. Бірақ камера мотор деген кезде махаббатты ойнайсыздар. Махаббат дейтін деген прям ондай махаббат емес, әйтеуір андай Қолдан ұстау. әшейін сырттай өтір. Андай сүйісу деген болмады ма? Жоқ, Құдай аман сақтасын. Осы неден шығар? Осы бағдарламаның анонсына керетін сөз ғой. Мүмкіндік бар. Шыққасын айтамын өзіне. Шыққасын айтасың Жоқ, қазір айт, бетіне басып осы жерде айтып ал. Еще ең жақсы. Ақерке, біз сенің жағыңдамыз. Айта бер. Ақерке ең күшті жері бар ғой. Вообще ренжімейді ғой. Ой, я ренжімейді. Мойындай ма? Болды. Мен негізі Ақеркенің жағындамын көбіне, енді қыз балаға қанша дегенмен де өзім, мен лично таңдап алған бұл. Негізі кастингке қатысып. Өзіме ұнады, ойнағаны, рөлдің бір ерекшелігін айтып кетейін. Жол фильміндегі Ақеркенің және де біздің Дядькеш екеуміздің ойнаған рөліміз, біздер көзі көрмейтін жандарды ойнадық. Біз онымен не жеткізгіміз келді? Қазір қоғамда сондай кісілер бар ғой, соның себептен оларда қарапайым біз сияқты өмір сүргісі келеді. Біз сияқты әзілдейді, біз сияқты күледі, біз сияқты жүреді. Сөйтіп бірінші күн басталып жатқан кезде мен площадкаға келдім, біз өзіміздің образдарымызды енді дайындап, жаңағыда көріп жатырмыз ғой, көзді қалай ұстаймыз, олар қалай ұстайды деген кезде қасымыздан таяқ ұстаған кісі өтіп бара жатыр да. Дәл сол сәтте. Сол кісіні шақырып алдық барып. Аға, біз осылай кино түсірейін деп жатыр едік деген кезде ол бізге бәрін түсіндіріп берді. Таяқты былай ұстайсыздар қолдарыңызға. Баласын мектепке алып кетуге бара жатқан кісіні тоқтатып отырдық қой. Баласы екеуі бірге келді, сосын сол жерде бізге бәрін түсіндірді. Сол себептен Ақеркенің сол жердегі бірінші дебютный рөлінің ең қиындығы ол кісі мүлдем көзі көрмейтін жанды ойнайды. Сөйтіп жүріп, мына кісіні жолықтырады. Енді кішкене арасында, екеуінің арасында химия пайда болады, екеуінің арасында махаббат пайда болады, сосын екеуі ұрсады, ренжіседі, соңында сондай жандардың арасындағы керемет махаббатты біз сол кино арқылы көрсеткіміз келді. Бірақ өмірде
Өмірде Өмірде Өмірде. No. Неге бұған дейін бір-бірін танитын бе едіңіз? Вообще танымайды ғой кейбір. Сосын ең қызығын айтайын ба енді? Інім бар, Талғар дейтін. Аха. Сол кезде, әйтеуір бір кезде Астанада жүрген кезде, сол кезде бір таныстырған, өйтіп ол кезде есімде де жоқ, мән де бермегенмін. Ойлағанмын. Сөйтсем, кейін осы кинода кездесіп тұрмыз ғой. Енді ең қызығын айтайын. Біздерде кастингтен 3 қыз өтеді. Үшеуі де керемет ойнап тұр. Иә. Сөйтіп Мансты шақырамын, 3 қызбен кезек ойнатамыз. Бәрімен өзі ойнап шығады. Қыздарды жібереміз, өздері кетеді. Сосын Манспен ақылдасқан кезде Манстың өзіне айтқаны, маған Ақеркенің ойнағаны ұнады. Енді одан кейін барып, одан кейін манағыдай әңгімелер айтып отыр ғой. Сол дұрыс па енді? Өзінен бар десе, ал не дейсің? Мен ақылдасып отыр ғой. Қатыстава деймін. Өзіңнен бар екен ғой бәрі. 3 актрисаның арасынан өзі Ақерке кетеді. Ар жағында шешімді өздеріңіз шығарыңыздар, достар. Енді Мынау жесткий подстава. Ағам ғой деп. Бұл да кетер емес десе, бұл да. Бес сол секілге түскен ғой. Ең қызығы екеуі айқайласады, өйстіп бар ғой, сен бірдеңе, сен бүйткенде бірдеңе, қоша деп екеуі қырылып жүреді. Мотор деген кезде, жаным жібек, сен білесің ба, мен бұл өмірде алғаш бұлда қаны бар шағына мына жерде экспромт ретінде қасына отыршы. Шағын сахнаны қосып жіберейік. Орысып атасыз, мотор деген кезде бір переход. Көрейік, давай. Давай, екеуі. Жоқ, екеуінің ортасында отырайын да, борат қызық қой. Иә. Мен просто ұрып жіберуім мүмкін қазір. Сен екеуінің ортасындағы химиясың сен. Иә. Мен химия бітті. Ұрысып Орысып бастайсыңдар. келе жатасыздар. Мотор деген кезде переход, стоп деген кезде қайтадан ұрысып кетесіздер. Мен парктегі ағашпын. Ал, кеттік. Просто бұндай бездарный қазір аяқ асты өйстіп не Импровизация жасай алмайды, қалай иә. екенін мен білмей тұрмын. Сондай шынымды айтқысы айтсам. келіп тұр ғой. Уже бастап жатыр ғой ұрысты. Бұл соны түсінбей іліп кете алмай жатыр ғой. Көтере алмай, іліп кете алмай жатыр ғой. Әлі оталамай жатыр ғой. Дура несчастная. Не ори на меня. Не? Тексін жаттап келдің ба бүгін? Жоқ. Конечно, как всегда жаттамай келесің, идиотка несчастная. Не надо меня Не текстін обзывать білмейді, вот не так. сценарийді білмейді. Мотор! Неге? Жібек. Шымшықтарды естіп тұрсың ба? Иә. Хотя бы құлағың естиді екен, Жібек. Иә, көзім көрмесе де. Мына жақта гүлді сезіп тұрсың ба, әкеш қой? Қайсы? Міне. Мына гүлді сезіп тұрсың ба? Әрине сезіп тұрмын. Саған бұл гүлді сездірткім келіп тұр. Стоп! Құршеваре. Вообще ойнай алмайсың с ним, не? Қолыма массаж жасадың ба, не қылдың? Екеуі, короче, біраз болды ғой. Фук, Енді ана жерде картинкасы өте күшті болатын, өмірі сол кезде сондай. көресіздер. Енді екеуі де образда, площадка қанша дегенмен де сезім бөлек. Екеуінің бір-бірінің қолдарын сипаған кезде через аю мен сезіп жатырмын қазір. Екеуі негізі бір-бірін жақсы көреді ғой, достар. Сосын мынандай бар енді біздер көбіне балалардың арасында енді ер азаматтың ер шегіспей бергіспейді дейді ғой. Әрқашан балалармен бір ренжісіп алсаң басында, достықтың басында бір ренжісіп алсаң, кейін сол адаммен өте қатты дос болып кетесің дейді ғой. Екеуінен де күтетініміз керемет достық. Продюсер болғалы Маке естіп сөйлейтін болдық. Иә, керемет. Ереке, қалайсыз жалпы? Рахмет. Вообще очень много разговариваете. Я болтун вообще. Дядькешаның енді менің жалпы жобаларымызда өте орны бөлек кісі, себебі менің біздің продакшнның алғашқы жобасында менің әкемді ойнаған Джохан фильмінде мен батямды ойнады. Екеуміз өте керемет тандем болдық, тем более жерлеспіз. Бұл кісі үлкен біздің старший КВНчик. Иә, құрметті достар, Ерекең негізі біздің көптеген киноларда көптеген рөлдерді сомдаған, КВН ойнаған С 81 года. 81-ші жылдан бері. Ол кезде біз болмадық әлі. Қазақстандағы КВН-нің алғашқы буыны десек қателеспейміз. Иә, мінекей. Масляковтың құрдасы. Я старше. Иә, сол қазіргі 64-тердің крашы, қожабеттер аға. Тамаша, краш демекші. Аха. Бізде керемет айдар пайда болды бағдарлама барысында. Краш-тест деген айдар пайда болды бізде. Краш-тест? Мына жақта кілең краштар. Среди ажек краш. Бізде краш-тест деген айдар дәл қазір белгілі бір музыка қойылады. Және де
сіздер өздеріңіздің ең краш көзқарастарыңызды көрсету керексіздер. Айда. Кәдімгідей дайындалып отқаным үшін. Сонымен, құрметті достар, қызық таймс бағдарламасында краш тест айдары. Осы жерде отырған жандардың ең өтімді, ең краш көзқарасын көретін боламыз. Былайша айтқанда, мына залда отырған жандарды ерітіп, сындырып жіберу керексіздер, былайша айтқанда. Кімнен бастаймыз? Әбіл Мансұрдан бастайық. Әбіл Мансұр. Сонымен дайынбыз ба? Дайынбыз. Кеттік. Сонымен, құрметті Сен достар. қарамашы, сен қарамашы. Бір күліп алайықшы. Астройды өзі қарамашы. Давайте. Сонымен, құрметті достар, краш тест Әбіл Мансұр Серіков. 1, 2, 3. Жақсы, Мама. Керемет. Так, кезек Жаханда. Жаханда кеттік ал. Сен әбден жас 40-қа келген кезде Сонымен, құрметті достар, сабыр қылыңдар. беген болыңдар. Краш тест Жахан. 1, 2, 3. Че-то сынбай атыр ғой. Қошеттеріңіз. Қазір мінекей. Ең краш көзқарас Ақерке Назарбекова. 1, 2, 3. А что ты на площадке так не делал? Ё-мо, что ты всегда в маске ходила? Айтты болса, маскың шешілетін. Тамаша. Ал енді взглядтың мастер-классы. Жалпы осы краш взгляд дегенде Қазақстанда алғаш рет ойлап тапқан кісі. Заслуженный. Бірақ ол кезде краш екенін білмеген ол. Заслуженный красавчик Казахской СССР. Ну, Краш ғылымдарының докторы. Советского Союза. Двухкратный обладатель премии крашизма. Еркен Губашевтан ең краш көзқарас. 1, 2, 3. Тамаша, браво! Лев деген мынау ғой негізінде. Мен қорқып кеткенім ертең осы шамалы уақыттан кейін бізде осындай боламыз ғой уже. Бір қызық история айтып берейін бай. Осы краш туралы. До такой степени краш негізі батя бар ғой. Площадкада жүрміз, жоқын бір түсіріп жатырмыз и бір әп-әдемі қыз жүр площадкада. Білмеймін, өзімен өзі тұр. Біздің қасымызда жүр, бірақ болады ғой бұл жерде. Тамақ ішіп отырасың, қарап отырсың. Не істесек, дядькеш бар сөйлеседі. Жәлеп бар дядькеш, дядькеш, бізде сразу сол ғой, дядькеш, все. Познакомься, Жахан, это моя супруга дейді. Жеңгеміз, жап-жас қой, мен сендерге айтайын. Она 85-го года, да? Моя ровесница, наверное. Да. Ну, вот, примерно, сондай жап-жас бар ғой. Кәріге қалай қарайды деп ойлайсың ғой. 85-го года? Ну, чуть посварш. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Көрдің бе? Жап-жас деймін оны кәдімгі. Мәсі. Дядькешенің заттарын ұстап тұр екен сөйтсем. Мен андай сразу батя деп атсам, да, супруга дейді ғой. Ұялғанмай. Ну, краш десе краш, действительно. Мінеке барды деу керек. Қошеметтеріңіз. Мінеке осы краштардың қатысуымен Жол фильмі жарыққа шықты. Сондықтан барлығымыз киноға барайық, қолдайық. Жалпы Жол фильмі зағип жандар туралы, е? Ал негізі бұл енді ауыр тақырып қой негізінде. Бұдан комедия жасау қиынға соқпады ма? Бұл жерде история мүлдем бөлек. Өзі үй ала алмай, өтірік соқыр болып, үй алғысы келіп жүрген бала шын соқырлардың арасында түсіп қалады ғой. Бірақ өзін соқыр қылып, солардың арасында ойнатады. Сол туралы жалпы
біздің елде үй алу мәселесі, жалпы үйлі болу мәселесі қаншалықты қиын екенін соны көрсеткіміз келді, және де өтіріктің қаншалықты зиян екенін көрсеткіміз келді. Және де біз жаңа айтып отырсыз ғой, өзіңіз зағип жандарды кішкене көтермелеу. Сол себептен оларды да мына қоғамда бізбен бірдей деңгейде жүрсе екен, бізбен бірдей деңгейде оларды әзілдей алады, бізбен бір деңгейде жүрсе екен деген. Себебі біздер сондай бір жанды көріп қалатын болсақ, кішкене ана іштей аяушылық сезім пайда болып, бір кішкене бүйтіп қаламыз ғой, өзіміз шыны керек енді адам болғасын. Сол себептен сондай жандарды көтеру мәселесінде ол тек қана көзі көрмейтін емес, басқа да жандардың барлығына бір кішігірім демеу болса екен деген мақсатта түсірілген кино болатын. Ол жерде махаббат та бар, ол жерде комедия да бар. Күліп отырып жылайтын бір әдемі дүние жасадық деп ойлаймыз. Енді ар жағында бағасын беретін ол шынайы көрермен сіздер. Жалпы біз, менің өзімнің түпкі мақсатым ең басында қазірде бірнеше проекттер жазып қойдық. Осы қоғамдағы кішкентай болса да проблемаларды сол кино арқылы шешкіміз келеді. Маған жиі қойылатын сұрақтың бірі, не үшін комедия түсіре бересің деген сұрақ өте жиі қойылады. Себебі біздер өзіміз сондай халықпыз ғой, күлгенді жақсы көретін позитивный халықпыз біздер, шыны керек. Ауылға барсақ та, мысалы мен көп ауылға барам, ауылда қанша жағдай қандай болса да, ол кісілердің барлығы таң атпай бір настроениемен тұрады ғой, бәрі кәдімгі бүкіл шаруасы оқсап тұрған сияқты тұрады. Қалайсыздар, жаққа. Любой уақытта барсаң да осындай қылып қарсы алады да. Сол себептен біздер күлгенді жақсы көреміз біріншіден, екіншіден бізде проблема өте көп. Кинотеатрға келіп, сол проблемаларымызды бір сағат жарымның ішінде бір ұмытқымыз келеді. Сол себептен де кезінде мен тойға шыққан кезде мен Тұрсынбек ағамыз тойдағы ұстаздарымның бірі сол кісі еді. Негізі тойға сол кезде айтатын, жақан мен таппақ жаттап жүремін де, ақталған ағарманның үміттері. Бізге той осындай форматта көрініп қалған ғой. Жоқ, маған айтады да, жаттама мынан барлығы. Келген адам 5 күн бойы жұмыс жасайды дейді, бастығынан ұрыс естиді, жұмыс жасайды. Келген адамды сен көңіл күйін көтеріп жібер одан да деп. Керісінше оны күлдірді деп ше. Сол сияқты біз сол арқылы, кино арқылы бір кейбір проблемаларымызды шешкіміз келеді, көрерменнің көңіл күйін көтергіміз келеді. Ең бастысы осы Қазақстанда қашанғы кино түсіресің дейтін сұраққа жауап бергім келеді. Осы көрермендер болды, все, жақан деген кезде біз қоямыз. Оған дейін біз түсіре береміз, Алла қаласа. Сол себептен шынайы көрермен бағасын бересіздер. Жол киносы 7 қыркүйекте басталды. Міндетті түрде көрмеген жандар болатын болса, кинотеатрға барыңыздар, көріңіздер, біздерді кішігірім болса да қолдаңыздар. Қолдаймыз ғой, а? Енді Ерекеңді білеміз, Жақанды білеміз, Мансұрды білеміз. Ақерке туралы кеңірек сөйлесек та, енді алғашқы дебют, енді шығып келе жатқан талантты актриса. Жалпы өзіңіз қай жерденсіз? Мен Семей қаласынанмын. Негізі профессиям бойынша әншімін. Кеше ғана бітірді. Кеше ғана бітірдім. Қай жерді бітірдіңіз? Жүргенов академияны бітірген. Кавер айтып танымал болдыңыз, желіде? 2014 жылдан бастап кавер түсіре бастадым Инстаграмға. Помню еще ең бірінші каверім Айдана Меденованың өлеңіне болған, Алға деген. Соны мен сестрам айтам сол кезде. Мен жай ғана сүрбаш. Мен салып көрейін Инстаграмға. Өзде ештеңе салмайтын фотодан басқа. Сосын айтады маған, что-то сен айғайлап тұрсың ана жерде. Онша емес дейді. Мен подругама жіберем. Қараш. Ол айтты, вау, күшті, сал дейді тамам. Сонымен салып жіберем оны. Одан біраз сағат өткен соң Айдана Меденова комментарий жазып, өзде репост қой. Репост жасайды. Одан мен жанып, короче, келесі күні Ерке Есмаханныкінен түсірем. Аха, Ерке Есмахан ше. Ход прокатил. Ойлаған ғой, Ерке Есмахан да жазады деп ойладың ғой. Жазды ғой. Аха. Келесіде айтсаң пышақтап кетем. Енді айтсаң. Жоқ, сөйтіп комментарий жазып, тоже репост жасап, сол кезде содан бастап басталды ғой. Кімнен тоқтады, кім жасамай қойды? Не помню уже. Еске түсірейік. Қазір... Жоқ, бәрі жасаған шығар ол кезде енді. Дұрыс, мен қолдаймын. Так, Айдана Меденова жазды, иә? Ол да репост жасады, иә. Ерке Есмахан жазды, сосын... Кімге жасады? Сол екі-ақ кавер жасағанмын десе. Ол сондай болып тұр. Жоқ, ондайлар болды, өйткені Айдана Меденованың өзім жақсы көретінмін. 17 жылы ол кісімен танысып, мені өзінің тобына шақырады, өзге деген. Аха. Шақырады, бірақ
бардым шақырады болды ғой жоқ бардым сол шақырады жақта бірақ өкінеді десек точно өкінбеді ау Аха. 18-ші жылы бір жыл ғана существовать еттік негізі Бір жыл жұмыс істеді бұл топ, иә? иә жұмыс істеді короче бір жылға шақырғанда тек қана өзінің каверлерін айтқызған ғой жоқ бір әніміз бар бір клипіміз бар Бәрекелді. солай бірақ оны ешкім көрмеген естімеген десе да көрген сіз естімеген шығарсыз сол кезде сосын қойшы 20-шы жылдан бастап осы тағы бір 90 ең бірінші проектім ғой актерский жағынан соған түсіп бастадым содан пошло поехало Содан пошло актерский жағынан ойбай енді манспен ой кешіріңізші манспен түсіп отқан жоқпын ба қазір мысалға Содан пошло. Міне бұл осы жерде ағыңыз енді комплимент сынып болды. қалыңыз енді қазір білмеймін жоқ мен просто түсінбей жатырмын да бұл комплимент па жоқ әлде сарказм ба әлде жоқ жоқ, мен сіз сияқты өйтіп сарказммен сөйлемеймін ғой Панчтан панч кетті ғой. кепкіл ақтыр жіберіңізші бір рахмет айналайын қарағым Мойындай салды, сынып қалды. ман саға болып қалды енді мен енді десең де қалай Кетті, жібіді. менде бірінші кино менде өзім ойнамайтын кино басты рөл негізі өзіме жазылған соны өзім былай қарап жүрдім де соңынан кім ойнаса екен деген кезде менде манс ойнасын дедім ғой не деген комплименттер кетіп жатыр Бізге де мысалы Жахан айтты ғой мысалы Жахан осындай кино шығайын деп жатыр бағдарлама келді кезде кімді шақырайын десе біріншісі Мансты шақыршы дедік қой Қошеметтеріңіз. манс бас болды сен не істейін мына жерде Мақтаған кезде тұрып ән айтып кетсе де. бұл кісі бар ғой мен тойдағы би хит қой инстаграмда білесіздер ме сіздер Тойдағы бұл сүйісетіні бар еще Шерханмен. Ты че? ол ұмытылып еді ғой жігіттер неғып қайталап жатсыздар ұмытылған нәрсені еске саламыз құрметті ақтар қанекей архивті ақтарайық хайуанлар фашистлар Қошеметтеріңіз, негізінде жаңа каверден шықты ғой әңгіме. Ал өзіңнің сүйікті каверің қандай? негізі по идее айтпайтын немесе по идее кавер деген жоқ жақында өзімнің дебюттік әнім шыққан Аха. соны орындап берейін Кәні? өзгешесің ұқсамайсың жаным ешкімге сен де солай жаным ерекше күй кештің бе тағдырым сезіміңе қалған байланып барасың әлеміме менің айналып алғаш сүйдім сені сен де сүйдің мені мен сезінген жалғыз сезім болшы бірге болып мәңгі атырайық таңды өмірлік серігім өзің болшы Браво! Достар, керемет. Жалпы бұл кәні қошеметтеріңіз кәні. Жалпы бұл әннің клипі бар ма? Жоқ. Клипі жоқ. Дәл қазір керемет идея, құрмет достар. Дәл қазір мына жерде актерлар отыр, таза экспромт, сіз айта беріңіз. Біз әртүрлі күйде клип ретінде давайте осы әуенге бір әрекеттер жасап көрейік, иә? болды тұра беруге ма бәріңіз бірге ма Иә, тұрып басты кейіпкер Манс. ортаға шықсын Ортаға ортаға прям мен сен сахнада ойнап берейік те. досың кет Сонымен құрметті достар, су жаңа ән дәл қазір су жаңа болайын деп жатқан. Клипке түсушілер талантты, дарынды, 5 саусағынан бал тамған мен және 4 әріптесім орындайтын Ақерке. Қарсаңыздар. өзгешесің ұқсамайсың жаным ешкімге сен де солай жаным ерекше күй кештің бе тағдырым сезіміңе қалған байланып
барасың әлеміме менің айналып. Алғаш сүйдім сені, сен де сүйдің мені. Мен сезіңе жалғыз сезім болшы. Бірге болып мәңгі атырайық таңды. Өмірлік серігім өзің болшы. Алғаш сүйдім сені, сен де сүйдің мені. Мен сезіңе жалғыз сезім. Бірге болып мәңгі атырайық таңды. Өмірлік серігім өзің болшы. Театр, 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 жанға жайға жайы шуақтай. Спасибо. Театр, театр, театр. Қошеметтеріңіз. Сонда бұл Әнің хит болсын. әні басқаша, клипі сонда игрушечный ойыншық бері болды ма? Махаббатты білдірте ма деп едім, сен қасқамнан кәдімгідей. Ұрған жоқпын ғой? Мінекей көз алдарыңызда осындай бір тамаша клип орын алды. Керемет, құрметті достар. Мінекей аяқ астынан шағын осындай әрекетпен тіпті клип түсіріп жібердік десек те болады, иә? Айта кететін нәрсе, бағана бағдарламаның басында TikTok жөнінде де әңгіме қозғаған. Біз негізі қазір жаһан TikTok-тағы ең бір белсенді блогерлердің бірі, иә? Ол жаһан мен білем, ол TikTok-қа бекерден бекер бармайды. Бекерден бекер емес. Ол жерде бір табыстың көзі болып тұр ғой негізінде. Дұрыс формулировкасы тегіннен тегін емес ол. Иә, неліктен TikTok аяқ астынан? Шынды айтсам бар ғой, өтте кәдімгідей, өтте аяқ астынан болды TikTok. Мен бұрын соңды TikTok-та болмаған, бірақ өмірімде осы алдымыздағы 2 кинода біреуінде өтте жақсы нәтиже көрсетіп, екіншісінде өтте нашар нәтиже көрсеткен адамбыз ғой. Сол себептен Жоқын 2 фильмі шыққан кезде 1 апта бойы аншлаг болады кино. Аншлаг 20 мың, 30 мың, 50 мың көрермен көріп отырған кино 1 аптадан кейін бірден 1000 адамға түсіп қалады. Мен түсінбеймін, шокпын. Ондай мүмкін емес. Ол қалай біздің киномызға, что керемет кино емес па енді. Әркім өзінікін жақтайды ғой. Сөйтіп отырған кезде маған Инстаграмға біреу ссылка жібереді TikTok-тан. Мен TikTok-та жоқпын мүлде. Қарасам, біздің киномызды TikTok-та біреулер жамандаған. Кәдімгідей, ол бармандар, ол нашар кино, ақшаларын жоймаңдар, бүйтпейтін голливудский кинолар шығып жатқан кез халықты кішкене бүйтіп бағытын бұрып жіберді халықтың. Енді біреуді біздер өзіміз, мен де сондаймын, қарапайым адамдарымыз бәрімізде біреуді жаман десе бірден жаман жақтарын іздеп бастаймыз ғой. Жаман болса, значит жаман екен деп. Пока ол адам өзінің ақтап алмайынша. Мен не істеймін, сосын TikTok-ты зерттеймін. Так, мен киномды жамандады ма, ертең жол шығады. Жол шыққан кезде осындай зиян тиіп қалмасын. Мен осы халықтың арасында болу керекпін. TikTok-та не істеу керек? Стрим ойнау керек. Не пайда, қалай? Батл ойнасаң, саған ақша түседі дейді ғой. Осы жерде. Саламатсыздар ма, құрметті достар? Содан TikTok-қа кірдім мен. Жоқ, маған қызығым, мысалы, жарайды, давай, құпия болмаса, айына қанша ақша табасың TikTok-тан? Бір айда, июль айында мен $15,000 таптым. Просто так, просто андай бүйтіп енді аса бір қатты мен жұмыс ретінде қарамағанның өзінде сондай қаражат таптым. Мәссаған. Жалпы неменеге кино түсіріп жүрсіңіз, түсінбей жатырмын мен негізі. Жоқ, творчество кино бөлек. Мен TikTok-қа кино үшін келдім. Кино үшін келдім. Кино үшін до конца барам. Ертең жол шыққан кезде көрермен менен өзі сұрай алады. Жақан аға, киноңыз қалай? Немесе мен барыңыздар, бармаң. Мен живой осылай общаться ете аламын ол кісілермен. Жоқ, мен түсінбейтін бір нәрседе ақшаны алады, жаңағы TikTok-та. Оған ақшаны көрермендер жаңағы сыйлық ретінде береді. Сыйлық ретінде береді. Арстан, Розочка өзінің ақшасына сатып алады. Саған береді. Оған не үшін ол? Не істейді? Не пайда одан? Не пайда? Мысалы, сен лақтырар ма едің? Енді қызығын қараңыздаршы, маған... Білмеймін, әлі мен зерттемедім. Маған... Мынандай футболка киетін адам лақтырады дейсің ба? Маған бір күні мынандай оқиға болады, енді қараңыздар. Маған мынандай оқиға болады сол TikTok-та. Маған біреу өте көп сыйлық лақтырады бір күні. Бір күні мен оны теңгеге айналдырған кезде, маған почти ол $2000 айналды бір күнде. Мен сосын маған қайта-қайта тоқтамай сыйлық атқан никті зерттеймін ғой, кім бұл кісі, артынан сообщение жазам, рахметімді айтам, номерін алам, танысам, кездесеміз ғой. Кездескен кезде енді айтып отырмын да, енді не үшін маған сондай сыйлық бердіңіз десем, сіздің өнеріңіз ұнайды, Жаке дейді.
мен бала шағам қуанады қасымда отырып алып. Сені қуантсақ, біздер өзіміз үй ішімізбен отырып қуанамыз дейді. 9 баласы бар ана маған сондай поддержка жасаған. Мен каждый сыйлық берген адаммен сөйлесем де өзім рахметімді айтамын. Енді ол жерде оңай емес қой. Сол себептен мен соны зерттеп Қытайға барып, көзімді жеткізіп, қазір келіп, осы қазіргі таңда өзіміздің қазақстандық TikTok-тың филиалын аштық. Ай, маған жарайсыңдар. Бұл керемет мүмкіндік TikTok. Сен TikTok-қа келіп, 1000 подписчик жинап, стрим ашып, батл ойнап, өзің өнеріңді халыққа тамашалата аласың, сыйлай аласың өзің өнеріңді. Және де ақша таба аласың ол жерден. Сол ақшаңды өзіңнің контентіңе жұмсай аласың. Бұл талантты жандар үшін өте керемет мүмкіндік, достар. Жоқ, мен әлі түсінбеймін бәрібір ше. Мысалы жаңа арыстан, жаңа ақша тастау дейтін мен жауап таппадым бәрібір. Мысалы лақтырды, жай ғана өзінің ақшасын бере салды, болды ма сонда? Сондай прикинь, сондай адамдар көп. Оған не пайда, ол жай ғана саған спонсор ретінде ма? Түсінесің бе, мынандай ғой. Мен түсінбеймін, мысалы бір студент жаңағындай ақшасын жаратып, розочка сатып алып, өзінің блогерін шыққанын күтіп, оған сол ақшасын жай ғана жарата салды, болды, кетті. Мынандай нәрсе бар, бизнесмендер отырады, өзінің компаниясына атын қойып қояды да, ішіне ақша құяды да, сізге подарок лақтырады. Оларға өздерінің атын шығаруға тағы бір мүмкіндік, рекламный ход. Яғни жарнама ретінде. Жарнама ретінде. Енді қымыз бар ол жерде. Ол жерде мысалы неше түрлі нәрсе бар. Бәрекелді, десек те құрметті достар, зерттеу керек. Бұл жалпы кез келген бір жаңа платформаларды пайдаланып көру керек. Негізі бір жағынан TikTok маркетингке жаңағы өзіңнің жасаған өніміңді, өнеріңді, киноңды, әніңді танымал етуге керемет құрал. Сондықтан әр нәрсенің жақсы жағын алыңыздар, пайдалы жағынан қолданыңыздар. Ең басты жаңалық, әрине бұл Жол фильмі 7 қыркүйектен бастап барлық кинотеатрларда. Барыңыздар, көріңіздер, қолдаңыздар. Енді бүгінгі бағдарламаның басты тақырыбы ол кино ғой. Сондықтан дәл қазір сіздермен шағын ойын. Менің ойымша сіздер үшін оп-оңай дүние. Барлығымыз әлеуметтік желіде отырамыз. TikTok болсын, Instagram болсын, WhatsApp болсын. Ол жерде біздің ең басты эмоцияны көрсететін құрал ол не? Смайликтер. Дәл қазір смайликтер арқылы кинолар тауып көрейік. Иә. Сонымен кеттік, қошеметтеріңізбен көрелік. Кәне, Мансып пен Жахан, Ерекең мен Ақерке. Ақерке. Сонымен кеттік, алғашқы кино. Қандай кино мынау? 1+1. Так, 1+1, мінеке. Дұрыс, бір ұпай, келесі. Аха. Форсаж. Форсаж, мінеке, мына жақта тапты бірінші. Аха, кеттік арғарай. Мұнау. Шал. Дұрыс. Қошеметтеріңіз. Бұл бас жағы оңай. Аха. Келесі. Мұнау. 3 метра над уровнем неба. Мәссаған. Кім ертерек айтты? Бір ұпайдан берейік. Бір ұпайдан. 3-2. Так, мұнау ше. Дядькеш Ақерке Манс. Жол десең. Өте хит кинолардың бірі. Қазақша ма? Жоқ, шетелдің киносы. Жұрттар жас кезінен қартайса, бұл қартайғандан жасаған. Бенджамин Баттон. Бенджамин Баттон, дұрыс. Бұлай стрел қойып қой керек еді, е? Иә. Так. Жарал сезім. Дұрыс. Мәссаған. Жаралы сезім дейтін легенда кино ғой, бірақ мен көрмеппін. 5-2. Так, келесі. Анаға апарар жол. Дұрыс. Мәссаған. Так. Пожалуйста. Ага. Карате пацан. Правильно. Мәне. Британикс. Помпея. Бабушка вулкан. Бұл жерде енді Апа. Фильм «Катастрофа». Калипсис. Апокалипсис, дұрыс. Мынау енді. Американский пирог. Ага. Так. Келесі. Зеленая книга. Зеленая книга. Мәссаған. Келесі. Так. Мынау енді. Младенец на прогулке. Один дома. Дұрыс, один дома. Охо, мынау енді бір... Казахи против пришельцев. Өзі ойнаған айтпақшы Жахан бұл кинода. Міне. Время. Жоқ, кино. 532. Пол четвертого.
жақында ғана шыққан керемет қазақстандық комедия. Дастан Қалдыбаев. Күшік құда. Шықыда. Дұрыс. Күшік құда, бәрекелді. Так, ары қарай. Келесі. О, мынау оп-оңай суретте тұр. Бегущий человек. Нет. Қазақша кино? Стоящий человек. Алға. Қазақша кино. Алға? Жоқ. Бір нәрседен Алып қашу? Операция бірден. қаш. Қаш. Айсұлтан Сейітовтың қаш киносы. Аха. Сонымен. Және соңғысы Жол. Жол. Бәрекелді. Қошеметтеріңіз достар. Мен ғой десең. Иә, сонымен құрметті достар, бүгінгі кешті керемет өткіздік. Мінекей қазақстандық тағы бір кино туынды жайлы сөйлестік, оның кейіпкерлерімен тағы да жақынырақ таныстық. Ал сіздерге, қадірмен достар, фильмдеріңіз сәтті шыққанын тілейміз сіздерге, және де осы жасыл диванда тағы да жаңа туындыларыңызбен қауышайық. Сол туралы әңгімелесейік. Рахмет сіздерге, жалпы бас продакшн ұжымына, қызықтаймыз бағдарламасына. Сіздер біздер үшін өте ыстықсыздар, себебі біздің компания үшін, өзім үшін әрқашанда қандай да бір туынды шықсын, қандай да бір жаңалық шықсын, осы жасыл диванға үнемі шақырып тұрасыздар. Осы жасыл диванда 2020 жылы бірінші рет болғам. Сол кезде бір ерекше бастамамыз ары қарай тек достығымызға Алла береке берсін. Ең бастысы сіздерге творчестволық табыс тілейміз. Қолдауларыңызға көп рахмет. Қымбатты көрермен, жалпы өз атынан сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Еще күшті мелодия қойып қойсаңыздар. Көп жерлерде айтылмайды ғой. Негізі Джохон бір киносы қазақстандық кинотеатрларға 30% жаңа көрермен алып келген кино. Джохон 2 киносының жағдайын өздеріңіз білесіздер не болғанын, сол нәрсе қайталанбаса екен деймін. Бір-бірімізді қолдайық, қымбатты достар. Біз бір-бірімізді қолдамасақ, бізді ешкім қолдамайды. Рахмет көрермен. Қошеметтеріңіз достар, Жол фильмінің кейіпкерлері Қазақтайм студиясында. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ